Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Каналыма қош келдіңіздер. Қағаз қаламдарыңызды алып, міндетті түрде сабақты жазып алыңыздар. Ал бисмиллах, сабағымызды бастайық. Әріптерді осылай қызылмен бөліп қойдым. Себебі бір-біріне ұқсас әріп болғандықтан, осылай бөлінген әріптерді кезек-кезек талдап оқыған өте ыңғайлы. Яғни сіздің есіңізде жақсы сақталады. Әріптердің дыбысталуын өтпей тұрып, бірінші харакаттарды айырып алайық. Фәтха, кәсра, дамма. Бізде фәтха дегеніміз, яғни әріптің үстінде көріп тұрғаныңыздай сызықша тұр. Яғни әріптің үстінде сызықша болады. Ол фәтха, немесе о деген әріпті береді. Араб алфавитінде а деген әріп жоқ. Сондықтан немесе о. Фәтха оқылады. Астында жазылып тұр. Бә әрпі, яғни бә. Келесі харакат ол кәсра. Көріп тұрғандарыңыздай сызықша астында тұр. Бә әрпінің астында, яғни кәсра и деген дыбысты береді. Яғни би деп оқылады. Келесі харакат дамма у деген дыбысты береді. Әріптің үстінде жазылады, үтірге ұқсас. Бу деп оқылады. Құран үйренгісі келіп жүрген достарыңызға жіберіп, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіздер. Келесі сабақта кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.